Армысыз, қадірменді YouTube көрермен. Тырнаққа қарап, ауру белгілерін білуге болады деп ойлайсыз ба? Тырнақтың сынуы витамин жетіспегеннен пайда болады. Тырнақтағы өзгерістер денсаулығыңызда қандай кінәрат барын да көрсетеді. Бұл кінәраттарды қалай білуге болады? Шамадан тыс сынатын тырнақтарда адам ағзасында А және Е және С витамині, сонымен қатар темір мен мырыштың жетіспейтіндігін көрсетеді. Кейде мұндай жағдай қалқанша безінің ауруы мен қант диабетінің әсерінен болуы мүмкін. Ал тырнақтағы ағдақтар халық арасында жақсы ырым деп саналса, медицинада бұл патология лейконихия деп аталады. Тырнақ қабатының арасында микроскопиялық ауа көпіршігі пайда болады. Яғни олар тырнақ ретінде ақ нүктелер мен жолақтар сияқты көрінеді. Лейконихияның пайда болуының себебі әртүрлі. Мысалға, жарақаттанудан, дұрыс тамақтанбаудан, жүйке жүйенің және жүрек ауруының әсерінен де болып жатады. Тырнақтағы нүктелік шұңқырлар тырнақтың пішіні мен түсі бұл кезде әдеттегідей көрінеді. Бірақ мұқият бақылап қарап шықсаңыз, тырнақтың тегіс емес екенін және шұңқырларды инемен тесілгендей аңғарасыз. Дәрігерлер мұндай ауруды псориаза белгісі деп атайды. Тырнағыңызда мұндай өзгеріс байқалған жағдайда бірден дәрігердің көмегіне жүгінуіңіз керек. Бірінші кезекте сіз терапевтке немесе дерматологқа жазылып, анализ тапсыруыңыз қажет болады. Бұл псориаздың бір белгісі болуы мүмкін, немесе асқазан ішек жолдарының қабынуымен қатар қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуінен де болады. Үлкен немесе кіші тесіктер спортшылар мен денеге ауыр күш жұмсайтын адамдарда кездеседі. Кейде олар жүрек және қан тамырларының жұмысын нашарлатып, төмен қан қысымы байқалған жағдайда пайда болады. Сонымен қатар В12 витамині мен темір жетіспеушілігінен де болуы мүмкін. Ал тырнақтағы ойықтарды бо деп аталатын сызықтар деп атайды. Алғашқы миллиметрге дейін көлденең сызық түріндегі тырнақтың пластинасын алғаш рет француз әскери хирургы Жозеф Хоноре Саймон Бо анықтады. Бо сызықтары тырнақ табақшасының зақымдалуына байланысты пайда болады. Дұрыс тамақтанбаған кезде тырнақтың химиялық құрамы мен оның пластина деформациялары өзгереді. Көбінесе бұл сызық аш жүруге итермелейтін диетаға байланысты болады. Сонымен бірге бұл жарақаттар медициналық болуы да мүмкін, немесе күшті препараттар мен химиотерапияға байланысты да шығады. Кейде бо желілері жүрек, тамыр және басқа инфекциялық аурумен ауырған жағдайда пайда болуы әбден мүмкін. Егде адамдар үшін тырнақтың рельефіндегі мұндай өзгерісті қалыпты жағдай ретінде қарауға болады. Ал 50 жасқа толмаған адамдар үшін бұл витаминдер мен микроэлементтердің мырыш, темір, магний жетіспеушілігін білдіреді. Бұны айтып отқанымыз ұзын ойықтар. Сонымен қатар нашар маникюр мен педикюрдің зардабынан да болуы мүмкін. Бірақ бұл жағдайда бірнеше тік сызықты көреміз. Егер тырнақтарыңыздың 25%-нан астамы солай болса, онда сіз ішкі ағзаңызды тексергеніңіз жөн. Бұған ең алдымен жүрек тамыр және ас қорыту жүйесі әсер етеді. Қасық тәрізді тырнақ. Бұл кайлонихия, яғни тырнақтың ортасы бүгіліп, шеттері жоғары қарай деформацияланады. Түс пен тегістік сақталады, бірақ тырнақ ұсқынсыз көрінеді. Кайлонихияның анықтаудың ең оңай жолы тырнаққа су құю. Су бірден ағып кетсе жақсы, ал егер тамшы тырнақ ойығына тұрып қалса, бұл туралы ойлану керек. Көбіне мұндай жағдай организмде темірдің болмауынан және эндокриндік бұзылыстардың салдарынан болады. Кейде жарақат химиялық заттармен де байланыстан өзгереді. Бұған қоса геннен де берілуі мүмкін, яғни тұқым қуалайды. Барабан тәрізді тырнақтар. Мұның басқа атауы Гиппократтың саусақтары деп аталған. Мыжылған плиталар қалыңдататын және әйнек сияқты бола алатын симптом. Мұндай жағдайда егер сіз саусақтың бүйірінен қарасаңыз, тырнақ табақшасының арасындағы бұрыш 180 градустан асады. Барабан таяқшалары өте қатерлі ауру белгісі. Олар өкпе ауруынан туберкулезден ракқа дейін, жүрек және қан тамырлары, жүрек кемістігі, эндокардит және басқалары, асқазан ішек жолдарында жара ауруы, крон ауруы және тағыда басқа кездерде байқалады. Тырнақтың мыжыраюы. Медицинада бұл анихолизис, яғни тырнақ қабатының бұзылуы.
Бұл жағдайда сіз тырнақтың түсінің өзгергенін байқайсыз. 60% жағдайда бұл жарақат сондықтан тырнақтың химиялық құрамы мен икемділігін өзгертеді. 30% жағдайда саңырауқұлақ ауруларына және аллергиялық реакцияларға жатады. Аниколиздің қалған 10%-ы жүйке жүйесінің бұзылуына әкелетін ауруға байланысты. Ақ, сары және көкшіл түрлі тырнақтар. Мұндай тырнақтың түсі организмнің шаршағандығын білдіреді. Егер тырнақ кенеттен ақ болса, ас қорыту және жүрек тамыр жүйесін тексеріп, бауырға ерекше назар аудару керек. Сары түс ағзаның бауыр ауыратынын, сонымен қатар эндокринді және лимфа жүйесінің патологиясын тудырады. Цианаза оттегі жетіспеушілігін, гемоглобиннің төмен деңгейін немесе нашар қан айланымын байқатады. Бір қара сызық көбіне асқазан жүйесінің жарақатынан немесе дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты тырнақта пайда болады. Ал кейбір адамдар үшін бұл табиғи тері пигментациясының ерекшелігі. Егер дұрыс тамақтанып, еш жерден соққы алмай, тырнақта қара сызықтың пайда болғанын байқасаңыз, дәрігерге қаралған дұрыс. Себебі бұл қатерлі ісіктің белгісі болуы мүмкін. Осымен қорыта айтқан кезде, тырнақ бұл көп жағдайда біздің денсаулығымыздың айнасы тәріздес. Тырнақтың саулығына аса қатты мән берген дұрыс. Тырнақта қандай да бір өзгерістер пайда болып жатса, ағзаның сізге беріп жатқан сигналы деп түсініңіз. Осы сигналдарды дер кезінде байқай білсеңіз, денсаулығыңыздың кейбір тұстарын, денсаулықтағы болып жатқан өзгерістерді дер кезінде байқай аласыз. Тырнақтың әдемілігін қалай сақтауға болады? Ең бірінші кезекте айтылып жатқандай, бұл әрине дұрыс тамақтану, ұйқының қалыпты болуы, спортпен айналысу, химиялық зат жұмыс істегенде үнемі қолғап кию, витаминдерді алу. Қазіргі көктем кезінде микро және макро элементтердің қорын толықтырып отырыңыз. Қол мен тырнақтарды нәрлендіретін кремді тұрақты түрде жағып отырыңыз. Осымен, қадірменді YouTube көрермендер, сіздерге берген ақпарат легі осындай. Осы ақпараттарды пайдалы деп тапсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдай кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламат болып тұрыңыздар.